Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен фисташковый пирогтың оригинал рецебімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып араластырып аламыз. Үстіне бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып, барлығын біркелкі араластырамыз. Араласқан массамыздың үстіне ұнымыз бен қопсытқышымызды араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды екіге бөліп саламыз, барлығын бірден салып жібермеңіздер. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Мінекей жұмсақтығы осылай болу керек. Енді целлофанға салып, 40-45 минутқа тоңазытқышқа салып тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін начинкамызды дайындаймыз. Таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, творожный сырымызды саламыз. Үстіне 20% қаймағымызды саламыз. Сгущенкамызды салып, 1 шай қасық фисташка пастамызды саламыз. Егер де фисташковый пасталарыңыз болмаса, фисташка ұнын пайдалансаңыздар да болады. Үстінен 2 ас қасық фисташка ұнында қосып саламыз. 1 ас қасық ұнды салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Осылай ашық түс болып шығады. Үстіне пищевая красительді 4-5 тамшы салсаңыздар да болады. Егер де краскаларыңыз болмаса, үстінен фисташка ұнын 1 ас қасық салып жіберсеңіздер де болады. Мінекей бізде осындай түс шықты. Енді қамырымызды тоңазытқыштан алып жаямыз. Қамырды бірден дайындап жасамаңыздар, себебі қамыр жұмсақ болып, жайылуы өте қиын болады. Міндетті түрде тоңазытқышта 40-45 минут тыңғаны дұрыс. Астына ұн сеуіп жіберіп, осылай домалақ пішінде етіп, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Мендегі форма 24 диаметрлік, 26-лық диаметрлік формаға пісірсеңіздер де болады. Пергамент қағазы төселген формамызға қамырымызды орналастырып аламыз. Осылай оқтаудың көмегімен аламыз, себебі біздің қамырымыз өте нәзік. Шет-шеттеріне жететіндей етіп жайып аламыз. Артық жерлерін кесіп алып, жан-жақтарына, ортасына қойсаңыздар болады. Шет-шеттерін формаға келтіреміз. Енді начинкамызды құямыз. 170 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Пештің түріне қарай одан ерте немесе кеш пісуі мүмкін. Міндетті түрде қарап отырыңыздар. Пирогтың бортиктары қызарған бойда аламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Өте керемет болып шығады. Менде осылай аста алынатын форма. Осындай формада пісірсеңіздер алуыны өте оңай болады. Піскеннен кейін міндетті түрде 2-3 сағат тоңазытқышта тұрып, сосын кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт пайдалы болса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз.